Қайырлы күн. Бүгін күнделікті тамақ жасап жүрген заттарымыздан ерекше бір тағам жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіз. Әр жерде әртүрлі айтылады: жалқау манты, шымшыма. Егер сіздер жақта осындай тамақ жасайтын болса, атын комментарийға жазып кетіңіздер. Ең алдымен жұмысымызда қамырын жасап алудан бастаймыз. Қамыр, нан, онда әр жерде әртүрлі айтылады. 1,5 кесе, яғни пиала суымызды қойып, 1 жұмыртқа, 1,5 шай қасық тұзымызды салып, массамызды жақсылап араластырып, қап-қатты қамыр илеп аламыз. Өйткені әлі қамырларымыз демалған кезде өзі жұмсайды. Сол үшін қатты илей беріңіздер. Біздің қамырымыз қаншалықты қатты болса, соншалықты тамағымыз езілмей жақсы шығады. Пакеттерге салып, оны демалдыруға қойып қоямыз. Ендігі кезек еттерімізді неғұрлым кішірек турасақ, соғұрлым жақсы. Өйткені етіміз ертерек, тезірек, жұмсақ болып пісуі үшін майдалап, мен сияқты турасаңыздар да болады. Етімізді турап болған соң, қызып тұрған қазанға майымызды құйып аламыз, сұйық майда. Одан етімізді қуырып алатын боламыз. Еттерімізді суы тартылғанша қуыратын боламыз. Арасында араластырып тұруды ұмытып кетпеңіздер. Сонымен осындай теркадан, үкіштен, тістері үлкен үкіштен біз сәбіздерімізді өткізіп аламыз. Тістері үлкен болған жақсы, өйткені кішкентай болатын болса, сәбіздеріміз езіліп кетеді. Суы тартылғанша қуырылған етімізге пиязымызды салып, онда жақсылап қызарғанша қуыратын боламыз. Пиязымызды арасында араластырып, жақсылап қуырып аламыз. Помидор, немесе томат, немесе мен сияқты салат салсаңыздар болады. Мен бұл салатты жазда арнайы тамаққа салу үшін, яғни томаттың орнында қолдану үшін жасаған болатынмын. Менің каналымда бар ең оңай салат деген. Сіздерді көріп, жасап көрсеңіздер болады. Үкіштен өткізілген сәбізімізді салып, жақсылап араластырамыз. Сәбізіміз қуырылғанша тұрып деп айтады. Біз жақта енді әр жерде әртүрлі айтылуы мүмкін. Онда жаңағы үлкен тісті үкішімізден өткізіп, онда қуырылып тұрған сәбізіміздің үстіне салып, онда 1-5 минуттай қуырып алатын боламыз. Немесе үйлеріңізде қандай көкөністер бар, барлығын сала беріңіздер. Бізде көкөністер қанша көп болса, тамағымыз соншалықты дәмді болып шығады. Енді үлкен етіп туралған картобымызды саламыз. Картобымыз неғұрлым үлкен болса, соншалықты жақсы болды. Өйткені картоп тез пісіп, езіліп кетуі мүмкін. Тәтті бұрыштарымызды салып, жақсылап араластырып, суымызды құямыз. Суымызды көп құйып жібермеңіздер. Осы көкөністердің бетіне жетпейтіндей етіп тұрса болғаны. Қыздар, тамаққа тұз салуды ұмытпаймыз, өйткені менің етім қатты тұз алған, сол үшін мен тамаққа мүлдем тұз салмаймын. Жаңағы 2 қамырымызды алып, біреулеп, жұп-жұқа етіп жайып алатын боламыз. Негізі тамақ қуырылып жатқанда арасында келіп қамырымызды иін қандырып басып кеткеніміз жақсы. Өйткені біздің қамырымыз қаншалықты қатты болса, соншалықты жақсы. Шетін жұқарақ етіп жайыңыздар, ортасы жұқа болып, шеттері қалың болмасын, біркелкі болуы керек. Қамырымыз кішкене үлкейген соң, оған ұн сеппей жайыңыздар. Өйткені ұн сеуіп жайсаңыздар, арасына сұйық май жаққан кезде құп-құрғақ болып қалуы мүмкін. Міне енді барлығына біркелкі етіп, сұйық майымызды жағып, қамырымызды ортасынан бөліп, және де шеттерінен жіңішке бөліктерге бөліп шығамыз. 3-4-ден бір-біріне біріктіріп шығып, оларды 4 бұрышты етіп кесіп шығамыз. Негізі қамырларымыз кішкентай болғаны жақсы, әдемі болып шығады кесілгенде. Қайнап тұрған тамағымызға алып барып, қамырларымыздың бәрін біркелкі етіп салып шығатын боламыз. Арасы піспей қалады деп уайымдамаңыздар, пісіп шығатын болады. Буы шықпайтындай етіп, жақсылап қазанның бетін жауып, 40 минутқа жауып қоямыз. 40 минуттан кейін біздің тамағымыз дайын. Қамырларымыз бір-біріне жабысып, арасы піспей қалмау үшін біз сұйық майда жақсылап жағатын боламыз. Сол кезде қамырларымыз бір-біріне жабыспай пісіп шығады. Тамақтарымызды салып, дастарханға тартсақ болады. Ас болсын. Міндетті түрде сіздерде бұл тамақты бүгіннен қалдырмай жасап көріңіздер, өйткені үйдегілеріңіз таң қалуы мүмкін. Мына жерде мен сіздерге қамырлардың арасын ашып көрсетіп жатырмын. Май жаққан үшін барлығы біреулеп қағаз сияқты ашылады. Егер де сіз әлі де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийға өз ойыңызды жаза кетіңіз, және де қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Келесі видеоларды жіберіп алмас үшін. Біз келесі видеода тағы да ыстық тамақтарды жасайтын боламыз.